Келін айналайын абайла деген енесі оған кейбір сынған ыдыстың қалдықтарын ұстатты. Айнұр жылап тұрып заттарды орналастырды. Оған да Өмірәлі қария: келін отыра ғой. Біз ендігі айда Әмір екеуіңнің бастарыңды қоспақпыз, деді қария. Шыдай алмай таңырқаған Айнұрдың аузынан байқаусызда бірақ деген сөз шығып кетті. Өмірәлінің жұбайы Айнұрдың енесіне қарап: әй, мына келінге Омаровтар отбасының тәрбиесі айтылмаған ба? Деді. Жоға, ол байқаусызда. Кешірім өтінемін деген Әмірдің анасы Айнұрды түртті. Айнұр жылап, жүзі төмен қараған күйде отыра берді. Олай болса шешілді. Ал Әмір, балам, қолыңды жай бата берейін, деді Өмірәлі қария. Айнұр Әмірге қарап басын шайқады. Әмір кідіріп қалды. Оны байқаған Өмірәлі қария хым деп күрсініп белгі берді. Әмір сасқалақтап қалды. А, не дейсіз, қария? Деді. Балам, қолыңды жай, деді Әмірдің әкесі. Иә деген Әмір қолын жайды. Ақсақал өз батасын берді де орнынан тұрып кете барды. Үйде тек өздері ғана қалды. Айнұрды енесі құшақтап отыр. Айнұр болса: апа, бұл қалай болғаны? Деп өзін тоқтата алар емес. Қоя ғой ботам. Үлкендер біліп айтады. Саған жаманды ойламаймыз ғой, деп жұбатуда. Әмір сыртқа шығып кеткен. Айтылған сөздермен қабылданған шешімге қарсы тұрар оның қауқары жоқ. Тек қана жүрегіндегі шынайы Ажарға деген сезімін қалай тұншықтыра алады. Ажар оны күтіп жүр ғой, оған бұл хабарды қалай жеткіземін деп ойлады. Ал Айнұр жайлы: өзімнен үлкен кеше ғана жеңге деп атаған жанды қалай ғана өз жарым деп қабылдаймын. Бір жастықта жатып, қалай ғана жарым деп шекесінен сүйемін. Жоқ, болмайды. Елестету мүмкін емес. Балалар туралы да ойлауға болады. Жеңгем балаларды бізден алып кетпесе, неге мен оған үйленемін? Деп басы қатты. Ой барысында қаншама шылымды да шегіп тастапты. Әкесінің қасына қалай келгенінде байқамай қалған ол қолындағы шылымын тастай сала: әке, бұл сіз бе едіңіз? Деді. Бұл қай қылығың? Қалаға барып үйренгенің осы болды ма? Бұл бәлені қашаннан бері қолданып жүрсің? Деп жерде жатқан темекіні нұсқады. Әке, мен деп сөйлей алмай мыңғырлап тұр. Сенен сұрап тұрмын ғой. Дұрыстап жауап бер, деп көтеріңкі дауыспен сөйледі. Бәрі сіз ойлағандай емес. Мен тек 1 жыл болды қолданғаныма. Ағам қайтыс болғанда өзімді тек осылай жұбаттым, деді Әмір. Ой, ақылсыз неме. Енді көрмейтін болайын, деді әкесі. Я, әке, кешірім сұраймын, деді Әмір. Сен неге тұрсың мұнда? Деді әкесі. Әке, сізге айтайын дегенім, мен жеңгем екеуміз. Әй, айтсай тез. Мен жеңгеммен бас қоса алмаймын, әке, деді Әмір. Сен не деп тұрсың? Қашаннан бері өзің шешім қабылдайтын болғансың? Деді әкесі. Әке, мен ендігі кішкене бала емеспін. Менің өз сүйгенім бар. Жеңгем де оны қаламайтынын білемін, деді Әмір. Сөзді көбейтпе, деді әкесі. Әмір ішке кіріп кетті. Қалаға кетіп қалып, бір жола келмей қойсам ба деген ойда келіп еді. Алайда жәутеңдеген әжесінің де қамын да ойлап басы қатты. Сүйіктісі Ажар мұны білсе не ойлайды? Осылай басы қатып отырғанда әжесі бөлмесіне кіріп қалды. Әжесіз деген Әмір орнынан тұрып әжесін отырғызды. Балам, мені тыңда. Мен сенің өзге жанды сүйетініңді білемін. Бірақ мені сыйласаң, сен Айнұрды өзіңе жар ретінде қабылда. Мұны менің соңғы өтінішім деп біл, деді Зәуреш әже. Ол қалай, сіз не деп тұрсыз? Деді Әмір. Жалғасы бар. Балам, менің соңғы кезде жағдайым болмай жүр. Мен Айнұрға сенің ғана жақсы серік болатыныңды білемін, деді Зәуреш әже. Әже, сіз бізден бірдеңе жасырып жүрсіз бе? Деген Әмірдің жүрегі зуылдап кетті. Зәуреш әже оның арқасынан қақты да: сен ақылдысың. Дұрыс шешім қабылдайды деп білемін, деді де шығып кетті. Әмір өз бөлмесінде отырып жүрегі ауырса, Айнұр өз бөлмесінде отырып Ералының суретін құшақтап алып жылап жатыр. Сүйіктім, мені неге осындай жағдайда тастап кеттің? Мен ерке баланың сүйгенімен де танысып, онымен сырлас болып едім. Оның сүйген жігітіне тұрмысқа шығамын деп қалай айтамын? Деп солқылдап Әмір көшеге шығып кетті. Ауыл шетінде өзен жағасына барды. Барса, ол жерге Ажар да келген екен.
Оны көрген Әмір оның қолынан ұстайын деп еді Ажар. Бұлай жасағаның дұрыс болмас. Енді мен саған бөтен адамын. Мен елдің сөзінен бәрінде естідім. Сен жеңгеңе әмеңгерлікпен үйленгелі жатыр екенсің ғой деді. Оны шығарған мен емес. Мен оны қаламаймын. Қаласаң екеуміз қашып кетейік деген Әмір Ажардың қолынан қысып ұстап алды. Жоқ, олай етпе. Мен сені сүймеймін. Мен тұрмысқа шыққалы жатырмын. Қош бол деді Ажар. Өтірік. Жоқ, мен сенбеймін. Сен жалған сөйлеп тұрсың деген Әмір кеткелі тұрған Ажардың қолын жібергісі жоқ. Ажар қолымды жіберші өтініш деді. Әмір оның қолын босатты. Ажар ары қарай жүгіріп кетіп қалды. Ажар, тоқта деймін деген Әмір оның артынан жүгіріп келеді. Ажар бір көлікке отырып кетіп қалды. Ол көлікте оны кеше ғана айттырып келген жігіт бар еді. Әмірдің салтқа қарсы тұрмау үшін естіген бойда Ажар ол жігітке келісім берген еді. Бір жағынан Ажардың әкесі де өте қатал еді. Егер де дәстүрге қарамай Әмірге кетсе, әкесі оған теріс батасын беруден тайынбас еді. Осылай бәрі бір сәтте өз шешімін тапқан еді. Көп ұзамай Зәуреш әже қатты сырқаттанып қалды. Ол кісі әрдайым Әмір мен Айнұрды өзіне шақырып алып, Өмірәлі қарияның шешіміне қарсы шықпауын айтып отырды. Әмір мен Айнұр үнсіз отыратын. Бірақ екеуі де оған дайын емес еді. Бүгін Әмір мен Айнұрдың мұсылманша некелері қиылды. Бұл шешім әжесінің өтініші бойынша қабылданған еді. Көңілі көншіген әжей де жүріп кете берді. Соңы Әмір көшеге шығып